Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз араның ободогын жасауды үйренеміз. Ол үшін бізге ободок, 2 сым, жылтырақ фоамиран және ыстық клей қажет болады. Ең алдымен сымымызды алып, саусағымызға болмаса өздеріңізге ыңғайлы ұзын таяқшаға орап, майыстырып, араның мұртшаларына ұқсатып келтіріп аламыз. Міне осылай. Екіншісінде дәл осылай жасап аламыз. Дайын болған сымымызды қара жіңішке лентамен орап аламыз. Міне екеуін де орап алдық. Енді осыларды ободокке ыстық клеймен орнатамыз. Енді бұл темір қатты болып бекіліп тұру үшін қалдық қара фетрді алып, ыстық клеймен темір мен ободокты біріктіреміз. Жабыстырып болдық. Енді араның басындағы дөңгелек жасау үшін жылтырақ фоамиранды алып, 50 теңгенің көлемінде етіп, 4 дөңгелек қиып аламыз. Негізі бұған өздеріңіздің қалауларыңызша сары дөңгелек үлкен моншақ қыстыруға болады. Тек маған мына фоамиран жылтырап әдемі көрініп тұру үшін мен осы фоамиранды пайдаландым. Bunu da ыстық клеймен араның
темірінің ұшына қыстырамыз. Енді осы екі темірдің ортасын әдемілеу үшін тағы да померанды пайдаланамыз. Бұл жолы кішкене дөңгелектер қиып алып, оны да ыстық клей арқылы бекітеміз. Міне ободогымыз дайын болды. Тез әрі оңай жасалады. Видео пайдалы болса, тіркеліп,
пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода араның қанатын жасайтын боламыз. Сау болыңыздар.